Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге комикстің жасалу жолын көрсететін боламын. Комиксті жасау үшін бірінші сізге міндетті түрде сценарий керек болады. Ол сценарийді біз ChatGPT арқылы жазатын боламыз. ChatGPT-ді барлығымыз қолдана аламыз. ChatGPT-ге кіріп, бірінші сіз өз тақырыбыңыз бойынша сценарий сұрайсыз. Мысалы, ғылыми жоба болса, сол ғылыми жобаңызды осы ChatGPT-ге саласыз, және төменге осы жұмыс бойынша маған комикске сценарий жазып бер деп сұрайсыз. Енді мен қазір мысал ретінде сандар туралы алайын. Сиқырлы сандар деп алайық, мысал ретінде көрсетемін сіздерге. Сиқырлы сандар бірінші сынып деп алып көрейік. Комикс жасау керек. Міне, бізде кейіпкерлеріне дейін жазып берді. Комикстің атауы «Сиқырлы сандар әлеміне саяхат» дейді. Бірінші кадр. Міне, жаңағы Айшаның сөзіне дейін барлығын бөліп бізге жазып берген. Төртінші кадр дейді. Екінші бет, сюжет, балалар сандар әлеміне түседі дейді. Енді осы біз сценарий бойынша қазір әр кадрға сурет дайындайтын боламыз. Бұл сюжетті біз ChatGPT-мен де дайындауымызға болады. Немесе Copilot деген сайтпен дайындауымызға болады. Немесе Gemini деген сайтпен дайындауымызға болады. Gemini деп айтамыз ғой, міне. Осы сайтпен, жасанды интеллектпен де дайындауға болады. Бірінші кадр бойынша промпт Gemini'ге кейіпкерлер өзгермесін деп жазып қоямыз. Жазусыз, яғни диалогты көшірудің қажеті жоқ деп жазып жібердім. Копировать етіп аламыз. Осы жерге алып келіп, вставить етеміз. Бізге суретті дайындап бергенше күтеміз. Мына жерде Copilot сайтына да тіркеліп, бұл жерден де промпт жазып, өздеріңіз суретті жүктеп алуларыңызға болады. Мына жерде менде алдында кіріп тұрады, шығарып жіберіп отыр ғой. Copilot. Bing деген жасанды интеллект арқылы сурет құрастыруларыңызға болады. Көрейік, міне бізде сурет дайын. Осы суретті өздеріңізге осы скачать деп басып, жүктеп аласыздар. Енді Copilotқа сұрап көрдік. Промпт, міне бізге промпт дайындап берді. Copilotқа алып келеміз. Мына жерде жалғастыру, Google аккаунтпен жалғастыруларыңызға болады. Вставить етеміз. Күтеміз. Осы дайын болған суреттерді өздеріңізге жүктеп аласыздар. Енді бұл жерде сіздер бір ғана сайтпен жұмыс жасауларыңыз керек.
енді сіздер біреуін таңдап алуларыңыз керек. Geminiмен жасауларыңызға болады барлық жаңағы комикске арналған суретті, немесе копилотпен. Біреуін таңдап аласыздар да ары қарай осы бойынша жұмыс жасайтын боласыздар. Бізде копилот суретті салып жатыр. Bing жасанды интеллектісін қолдануыңызға да болады. Grok жасанды интеллектісін қолдана аласыз. Өте көп түрлері. Мен өзім қолданатыным Gemini және копилот. Міне осындай күшті сурет шығарып берді. Мынау да мультфильм стиліндегі әдемі сурет. Осыны өздеріңіз жүктеп алып, комикс жасауларыңызға болады. Енді бұл комиксті ары қарай қалай жасау керек? Ол үшін сіздер Canva программасына кіресіздер, аккаунттарыңызбен тіркелесіздер, создать батырмасын басып, комикс деген таңдап аласыздар. Міне менде осылай шықты комикс. Мына сурет Gemini'ден алынған. Міне Gemini'дің несі тұр, значогы. Тақырыпты жазамыз міндетті түрде, тарих сөйлейді деп жазғанымен, ал бізде тақырып сандар әлеміне саяхат, қателеспесем. Сиқырлы сандар әлеміне саяхат. Осы сөз жазып қоясыздар мына жерге. Одан кейін суретті өзгертесіздер. Екінші бетіне берілген сценарий бойынша сюжетке қарап жазып шығасыздар. Міне осындай бұлтшамен сөздерін жазып шығатын боласыздар. Барлығы бізде жаңағы ChatGPT-де жазылып тұр. Иллюстрациялар қандай әдемі. Одан кейін бұл жаңағы комикс кітап сияқты сіздерге ашылу керек болса, онда сіздер Flipbook деп Google-дан іздейсіздер де, сол Flipbook-қа салатын боласыздар. Хейзин деген Flipbook-қа кіресіздер, жұмыстарыңызды сохранить етіп аласыздар, поделиться, скачать, стандарт PDF файл, PDF для печати екеуін біреуін таңдап аласыздар, екеуі де бола береді. Скачать етіп алғаннан кейін Хейзинге алып келіп, сол жұмысыңызды салатын боласыз. Сол жерде сізге кітап сияқты ашылатын болады. Бірақ осы Google арқылы ғана кіре аласыз. Ол кітап сізге скачать етілмейді. Сайт арқылы ғана кіре аласыз. Сайтты басқан кезде кітап болып ашылады. Міне комиксін жасалу жолы осындай. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза аласыздар. Инстаграмға, TikTok аккаунтқа, YouTubeға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік.